YouTube'да жеке бренд пен аудиторияны қалыптастыру. Сәлем достар, бұл Мәке блог. Бүгін сіздермен маңызды тақырыпты талқылаймын. YouTube'да жеке бренд пен адал аудиторияны қалай құруға болады? Ең алдымен жеке стиль туралы айтайын. Арнаңыздың логотипі, баннері, түстері бір-бірімен үйлесу керек. Тіпті интро мен аутрода сіздің қолтаңбаңызға айналғаны дұрыс. Келесі қадам шынайылық. Көрермен жасандылықты бірден байқап қояды. Сол үшін өз ойыңызды ашық айтыңыз, камера алдында дәл өмірдегідей болыңыз. Аудиториямен байланыста өте маңызды. Пікірлерге жауап беріп, көрермендерге сұрақ қойып отырыңыз. Комьюнити постты да белсенді қолданыңыз. Бұл сізге жақын аудитория қалыптастырады. Тағы бір тәсіл storytelling. Ақпаратты құрғақ бермей, шағын әңгіме, мысал немесе тәжірибеңізбен бөлісіп айтыңыз. Сол кезде видео тартымдырақ болады. Жалпы адал аудитория құрудың ең үлкен құпиясы адамдарға шынайы, құнды нәрсе беру. Сіз бен біз, көрермен, бір команда секілді болу керек. Сонымен қысқаша айтқанда, стиль, шынайылық, storytelling және көрерменмен байланыс. Мықты жеке бренд пен сенімді аудиторияның кілті. Келесі видеода алғашқы табысты қалай дұрыс басқару керектігін айтатын болам. Арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыз.